Бәріне сәлем, сіздермен бірге қысқаша кино. Бүгін біз 2018 жылы шыққан тарихи экшн трейлер Альфа фильмін айтып беретін боламын. Ежелгі Европа 20 мың жыл бұрын бір топ аңшылар шардың шетінде жайылып жүрген. Дала визондардың үйірін бақылап отыр. Жақындаған кезде тайпа көсемі аң аулауды бастауға бұйрық береді. Адамдар айқайлап жануарларға жүгіреді. Белгілі бір сәтте алдарына найзаларын лақтырады. Бұл визондарды қорқытып, оларды жартасқа қарай бағыттауға көмектеседі. Бір ашулы өгізден басқасының бәрі кезек-кезегімен құлап жатыр. Ол өзін жас жігітке қарай бағыттап, мүйізімен баланы іліп алып, баланың қанша тырысқанына қарамастан жартастан жігітті лақтырып жібереді. Фильм осы оқиғалардан бір апта бұрын кейінге қалдырылды. Тайпа жорыққа енді дайындалып жатқан сәтте, бұл аң аулау адамдар үшін өте маңызды. Өйткені ол алдағы қыс бойы азық-түліктен қамтамасыз етілу керек. Жергілікті әдет бойынша бұл тайпаның барлық жігіттері аң аулау алдында Кремль ұшын жасауға тырысады. Ұштың сапасы бойынша көшбасшы олардың қайсысы аңшылық отрядында орын алуға дайын екенін анықтайды. Лайықтылардың қатарында оның ұлы Кида болды. Содан кейін үміткерлердің төзімділігін тексеру үшін ұрып-соғып кешке ересек өмірге өтуді білдіретін бастама рәсімін өткізеді. Басшының әйелі ұлының мұндай ауыр жорыққа дайын екеніне күмәнданады. Өйткені ол найзаның емес, жүректің шақыруын орындауға дағдыланған. Бірақ әкесі жас жігітке сенімді. Таң атқанда аңшылар туыстарымен қоштасады. Бақсының батасын алған топ аңшылар жолға шығады. Жыртқыш іздеп олар жабайы жерлер арқылы қиын жорық жасау керек. Үйге бәрі бірдей бара алмайды. Олардың тайпасы ұрпақтар бойы осы жолдармен жүріп, ата-бабалары қалдырған тас белгілерге назар аударды. Бірінші белгінің жанында олар аңшылардың тағы бір тобын кездестіреді. Тайпа көсемдері бұрыннан келе жатқан достары болып шықты. Бір-бірімен амандасып көріскеннен кейін аңшылар бірігіп бірге сапарларын жалғастырады. Бұл жорық жас Кида үшін де маңызды сынақ болып табылады. Өйткені ол көшбасшының ұлы, болашақта оның орнын басу керек. Тауда аялдап, от жағып, содан кейін ұлына оның әрекетін қайталауды ұсынады. Бірақ жігіт жеткілікті күш жұмсай алмай, тез бас тартады. Мұны жасақтың қалған мүшелері байқайды. Келесі күні жабайы қабанды ұстап алған басшысы баласынан жануарды аяқтауды өтініп, оған пышақ береді. Бірақ бұл жолы да жігіт әкесін ренжітіп, оны басқа тайпалардың алдында ұятқа қалдырады. Кейінірек тамақ үстінде өте қауіпті жыртқыштың назарын аударды. Үлкен үңгірдің ішінен арыстан адамдар шеңберіне өтіп, ешкім әрекет етпей тұрып, кейіпкеріміздің досын ұстап алды. Қараңғыда қорқынышты дыбыстарды естіген тайпа енді жігітті құтқара алмайтынын түсінеді. Таңертеңнен бастап тастар арқылы ақыретке өтуін бейнелейтін, оны еске алу рәсімін жасайды. Аңшылар келесі түндерінің бірін үңгірде өткізеді. Бұл кезде балаға аспан картасының татуировкасы салынады. Осылайша ол жұлдыздарды шарлай алады және қажет болған жағдайда үйге тас жол белгілерінсіз жол таба алады. Кейінірек әкесі оған қасқырлар тобын мысалға ала отырып, көшбасшы болудың не екенін түсіндіреді. Өйткені оларда әрқашан барлығын басқаратын альфа бар. Бұл атаққа тек батылдығың мен ақ көңіліңмен ғана жетуге болады. Жолда тағы бірнеше күн жүргеннен кейін топ әлі күнге дейін дала визондардың үйірін тауып үлгереді. Аң аулау басталады. Оның барысында бұқа баланы жартастан лақтырып жібереді. Жігіт қолын тасқа тигізіп үлгереді, бірақ тас сынып, ол төмен қарай ұшып жоталарға соғылады. Шамамен жартастың ортасында ес-түссіз жатқан бала үлкен жартасқа қонады. Әкесі оған түсуге тырысады, бірақ қасындағылар оны тоқтатып жігіттің өлгенін айтады. Аңшылар визонды сойып жатқанда тау жартасының шетінде қалып, ұлының атын қатты айқайлап, оны оятуға тырысады. Бірнеше күн осылай өтеді. Әкесі баласының өлгеніне сенбей, ұлымен жүрегі ауырған әке тағы да еске алу рәсімін жасайды. Содан кейін бүкіл топ үйлеріне қайтады. Біраз уақыттан кейін бір топ лашын баланың үстіне айнала бастайды. Олардың біреуі тістеп алғанда жігіт ақыры есін жиды. Өз жағдайын түсінген соң төменге түсуге шешім қабылдайды. Бұл тапсырманы орындау мүмкін емес сияқты, өйткені ол құлаған кезде аяғын жарақаттап алған. Сонымен қатар түсу кезінде қатты жаңбыр жауа бастады. Біраз уақыт жартастың үстінде салбырап тұрған Кида астындағы шатқалдың толығымен су астында қалғанын көреді. Өзін жинап алған ол қатты ағынға секіреді. Оянғаннан кейін бірінші шөлін қандырып алып, содан кейін жарақат алған аяғын орнына қойып байлап алады. Жартасқа жақындағанда ол үйілген жартастың үйіндісін көреді. Одан жалғыз қалғанын түсінеді. Жергілікті жер өте қауіпті, сондықтан жігіт бірнеше түнін ағашта өткізеді. Келесі күні су алу үшін бұлаққа жақындайды. Осы кезде оны бір топ қаһарлы қасқырлар аңдып жүр.
Қиындықпен жігіт ағашқа жүгіріп, тіпті шабуылдаушылардың бірін жарақаттап үлгереді. Қасқырлар түні бойы олжаларынан көздерін алмады, бірақ таңертең топтың жараланған мүшесін тастап кетіп қалды. Алғашында Кида әкесінің өсиетін орындап, әлсіреген жануарды өлтіруді шешеді, бірақ найзасын басынан жоғары көтеріп, бұл идеядан бас тартады. Арқанды тұмсығына байлап, қасқырды қауіпсіз жерге апарады. Жігіт жабайы аңның сыртқа шығуына шешім қабылдады. Ол бірінші кезекте жарасын емдейді. Содан кейін аң аулауға машықтанып, ақыры от жағады. Қасқырға қамқорлық жасай отырып, Кида бірте-бірте оның сеніміне ие болады. Ал тамақ арқылы ол өзінің артықшылығын көрсетуге тырысады. Осылайша олардың жарақаттары жазылмайынша біраз уақыт өтеді. Қыс келе жатыр, жігіт үйіне тез жету керек. Келесі күні таңертең қасқырмен қоштасып жолға шығады. Оны қуып жіберуге тырысқанымен қасқыр Кидаға қосылады. Жолда олар бірге аң аулай бастайды. Бұл олардың қарым-қатынасының теңдігі мен достығын арттырады. Күндіз тамақ алып, түнде оттың жанында жылынады. Жігіт қасқырға Альфа есімін береді. Көп ұзамай күн суыта бастады. Біздің кейіпкерлеріміз қарлы жерде саяхатын жалғастыруға мәжбүр болады. Бір түнде оларға бір топ қасқырлар жақындап қалды. Кида бірден найзасын қолына алып төбелеске дайындалады. Бірақ Альфа оларды қарсы алуға сабырлы түрде шықты. Қасқырлар оның бұрынғы үйірі болып шықты. Олар адамға тиіспей жай ғана кетіп қалды. Альфаның өзімен кездескенін түсінген Кида досына олармен бірге кетуге рұқсат береді. Осылайша кейіпкеріміз тағы да осындай ауыр жағдайда жалғыз қалды. Оған тамақ алу қиынға соғады. Біраз уақыт қаңғып жүрген жігіт қатып қалған көлде өліксемен қоректенетін қасқырлар тобын байқайды. Альфаны танып оған қарай жүгіре бастайды, бірақ аяғының астындағы мұз құлап, жігіт суға түсіп кетеді. Суға батып кетпеу үшін ауыр киімінен құтылу керек. Альфа жігіттің шығуына көмектесіп, сол сәттен бастап онымен бірге қалады. Кида қатты әлсіреді, бірақ үйіне қарай жолын жалғастырды. Бір күні қардан біреудің ізін байқайды. Олардың артынан келе жатып саятшылықтың жанында отырған тоңып өлген адамды тауып алады. Жігіт тамақ табамын деп үйін тінтіп жатыр, бірақ саятшылық бос екен. Ол жебесі бар аңшы садағын алып, марқұмға осы сыйы үшін алғыс айтып, әрі қарай жүреді. Кейінірек қарлы боранның ортасында батырлар үңгірді бір топ генадан паналайды. Алайда жасырынған жерінде жауыз жыртқыш тап болады. Альфа қылыш тісті жолбарыспен тең емес жекпе-жекке шығады. Ол жігітке нысанаға алып, оны садақпен атуға мүмкіндік береді. Жолбарыс жеңілді, бірақ Альфа ауыр жарақат алады және қазір әрең қозғалады. Осы уақытқа дейін Кида ақыры ауырып, қанмен жөтеле бастайды. Олардың күштері таусылып қала жаздады. Көп ұзамай Альфа енді жүре алмайды. Ал жігіт қасқырды қолына алып жүру керек. Шарасыз сәтте ол отбасын есіне алады. Оның үмітін үзбеуге көмектеседі. Ақырында Кида өз орнын табады. Ол өзінің соңғы күшімен туыстарына жақындап жерге құлайды. Анасы бақыттан көз жасын тия алмайды, ал әкесі оны қаншалықты мақтан тұтатынын айтады. Құттықтауды қабыл алған жігіт Альфаны нұсқап, одан көмек сұрайды. Келесі көріністе тайпалық бақсы сауықтыру рәсімін өткізіп жатыр. Оның барысында Альфа өзінің алғашқы күшігін дүниеге әкеледі. Киданың таң қалдырғаны Альфа қасқырдан жүкті болып шықты. Бақсы күшікті басынан жоғары көтеріп, оны бүкіл тайпаға таныстырады. Фильмнің соңында адамдармен қолға үйретілген қасқырлар бірге аң аулауға шығады. Егер сізге әңгіме ұнаса, видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыздар.